ұлы дүние. Сондықтан да картиналарыңыздан сан алуан ойлар мен ассоциациялар туатын болсын. Андрей Тарковский. Иә, шіркін уақыт десеңші. Бәрі кеше ғана болып өткендей жадымда жақсы сақталған. Жап-жас кезім, бала күйші атанып, Байжігіт атаның күйлерін осы Алматының талғампаз тыңдарман алдында алғаш шығып домбыраммен орындағаным. Осылайша басталған өнер жолы келе көркем әдебиеттің бейнетті, көп қатпарлы азапты жолымен ұласып келеді. Хабарымыз көп қырлы дарынның иесі, күйші, әдебиет сыншысы, мәдениеттанушы Таласбек Әсемқұловтың шығармашылығы жайлы. Мен дәстүрлі қазақ ауылында өстім. Дәстүрлі күйшілерден сабақ алдым. Не только тек қана күйшілерден ғана емес, музыкалық шеберлер, былайша айтқанда, қазақ тілімен айтатын болсақ, музыкалық мастерлер. Солардың да жанында жүрдім біраз. Біздің ауылда, мысалы, біздің ауылдың қариялары да домбырашы бол, әнші бол, ешқашан өкіметтің домбырасын тартпайтын. Әрқайсысы өздері шауып алатын, мысалы. Көрдің бе? Ал енді біздің ауылда Төлтай деген кісі болды. Аты Төлтай, фамилиясы Батырбеков қой деп ұмытпасам. Өмір бойы заправкада жұмыс істеген, машиналарға бензин құяды. Сол ақыр содан уланып, бензиннің иісінен цирроз болып ақыр өлді. Сонда айтайын деген. Ондай шебер көргім жоқ қазақта. Мысалы бір рет барсам, мынандай бөшкенің ішінде үлкен кеспек ағаш, соның ішінде ойылған домбыраның шанақтарын суға салып қойған, таспен бастырып қойған да жаңағы. Соны сұрасам, ақасы, кейін өлерінде мен шақырып алып үйретті бәрін. Неше күн отырып дәптерді жаздым, ана, былай деп айтады, мен жазам жағы сонда. Сонда айтады, ағаш суды ішу керек дейді, жақсы тойып, ішіп, клеткалары, ағаштың клеткалар бар ғой енді. Үлкею керек те. Үлкейгенде, сосын кейін су ішіп болғаннан кейін ағашты суырып алып, көлеңке тас қараңғы жерге кептіреді дейді. Сонда ағаш кепкен кезде суының бәрі ұшып кетеді, бірақ клеткалар сол үлкейген күйінде қалады дейді. Өйткені кішкентай тар клетка болса, дыбыс онша емес. Үлкен клетка болса, қуыс, дауыс жақсы шығады. Сонда ағашты кемеліне келтіріп, су ішкізіп барып, қараңғыға қойып, сосын кейін суын кетіріп барып ойады екен. Әрине, грубый ой болады, қобалақтап. Сосын жаңағы процедураны өткізгеннен кейін ішін жақсылап келтіріп, ішіндегі ауаның көлемін бәрін есептейді, әрине саусақ бүйтіп өлшеп отырып есептейді екен. Соны жағы жасайды. Сонда мысалы ол айтады, жаңағы Төлтай айтады. Ең ағаштың кереметі найзағай соққан қарағай дейді. Сонда ол қалай айтсам айтады, енді жылында, 10 жылда ма бір рет, 5 жылда, 3 жылда ма бір рет айту, жеке дара тұрған бір шошайып тұрған жалғыз қарағайға кейде найзағай түсуі мүмкін дейді. Найзағай түскен содан білесің дейді, но төбесінен аяғына дейін екі айырылып жатады дейді былай. Вот сол керемет домбыра содан шығады дейді. Сонда аңыз бойынша тәттімет бала кезінде. Сонда қарағайды көріп, соны үйіне алып келіп, содан шапқан дейді. Сонда домбырасы адамша сөйлеген дейді. Ал енді қазір музыкалық мастерлар, жақсы мастерлар бар. Оны жасыратын несі бар. Мұса Әділов мысалға. Мұса енді оған қазақта жететін шебер жоқ мысалға. Өкілі домбыра деген конкурстың бірінші гран-приін алған ол кісі. Содан кейін мысалы Сұлтан деген бар Ақтауда. Алматы жолаушы деген шебер бар мысалы. Сағат Кенжеғараев деген бар. Действительно жақсы жасайтын, жақсылық деген жағы шебер бар. Бірақ қазіргі музыкалық шеберлер ізденіс үстінде де. Өйткені домбыраның дауысын әлі таба алмай жатыр былайша айтқанда. Жақсы домбыра көп емес Алматыда. Алматыда 10-ға толмайды жақсы домбыраның саны. Міне деп бүйтіп, Страдиваридің скрипкасы сияқты көрсетуге татитын бір 10 домбыра жоқ ау Алматыда. Музыкалық аспап жасауды үйрететін оқулықтар көргем жоқ. Мен бірнеше
музыкалык мастерлерге айтып көргөм кезде, Мусага айткам, Әділ кімге ана жаңағы Әділбек кім бар ғой, Нұрбек, соған, Тұрсынжан, Құлмановтарға айтып көргөм, кітап жазайық. Балаларға оқулық керек, музыкальный мастерлар. Ана мынау деп айтып шығарып салады, ештеңе жазғысы келмейді. Әйтсе оқулық жоқ қазір. Сонда мен түсінгенім енді дұрыс болса, сонда жаңағындай домбыраның акустикасына көп көңіл бөлу керек қой. О, керемет. Ол акустика. Оның жаңағы сұлу болуына, әдемі болуына емес, о басына үх тағып қоймыз. Оның әрбір несінде акустикасына. Иә, мысалға айтайық, мен Страдиваридің Гварнери туралы жазылған ана Феликс Савар деген француздың атақты ғалымы болған музыка скрипкаларды зерттеген, солардың бәрін оқыдым. Сонда көзім жеткені, ұлттық заңдылықтар жоқ акустикада ешқандай. Национальный, былай, акустиканың бір ұлттық заңдылықтар болмайды да. Ол акустиканың заңы, физиканың заңы, ол бүкіл әлемге, бүкіл космосқа ортақ. Бірақ сол акустиканың заңын ұйымдастыра білудің жолдары бар да, ұлттық таза. Домбыраның шық қуысының объемы жаңағы кубический сантиметр. Формасы аэродинамический. Соның бәрі ұйымдастырудың ұлттық өзінің ерекшеліктері болады да. Сонда ұлттық тембр болуы мүмкін да. Бірақ акустиканың заңы ешбір ұлтқа да ештеңеге бағынбайды. Ол бүкіл жалпы жер бетіне тең, адамзатқа тең, болмысқа, космосқа тең. Соған тән, былайша айтқанда. Оның ешбір ұлтқа тән акустикалық заңдылық болмайды. Акустикалық заңдылықтарды ұйымдастырудың жолдары бар. Жан беру ол басқа заң. Басқа. Ол ұлттық уже. Мысалы, корпусын қалай жасау керек, шегін қалай жасау керек. Ол уже басқа заң. Бірақ негізгі основной закондар акустиканың, ол бүкіл әлемге ортақ, космосқа ортақ. Мысалы, сол жаңа күйлерді сенен артық түсінетін мен енді айта алмаймын мысалы да. Ана күйді, мына күйді. Сол сияқты өзің жаңағыдай айтқанымызда жаңа Қосбасар сияқты, жаңағыдай Көкейкесті сияқты кейбір күйлерді өзің шығарған күйлерің бола ма сондай? Өзің шығарғың келетін дегендей. Өзіңнің көкейіңде тұрған күй. Әрине, ол былай ғой. Мына бізде музыкада бар ғой. Мына постмодернизм дейсің бе, компоновка, монтаж, коллаж. Сол білетін адамға ғана пайдасы тиеді, ол тәсіл. Бірақ түптеп келгенде, любой музыканың заңдылығы ол құрастыруға байланысты. Құрастыра алған адам. Құрастыра білсең, басың істесе, талғамың жоғары болса, сен музыканы құрастырып шығарасың. Мысалға айтайық, мынандай бір зиянды теория бар. Бұны мына батысқа еліктеген қазақтың музыкаветтері шығарған да. Музыканы бір өсімді құсатып өсіріп шығару керек дейді жаңағы. Ол қайдан шыққан заң? Любой музыканы, нормальный композитор, мысалы ден дұрыс талғамы бар, жақсы композитор болатын болса, құрастырады. Сол сияқты айтайын деген. Мына күй бар ғой. Күйді любой домбырашы, я уверен, мысалы ешқандай күмәнім жоқ. Тәттім, беттім, байжігіт бәрі солай шығарған. Мына күйді шығарғанда, мына гриф дейді ғой домбыраның мойны. Соны қуалап отырып шығарады. Любой домбыраш, кез келген домбырашын алатын болсаң, бүйтіп қуалап отырып, құрастырып отырып шығарады. Бірақ оны күй қылып шығаратын не? Ана композитордың керемет биік талғамы да. Чепуха болса чепуха деп айта алатын, жақсы болса жақсы деп айта алатын көкірек керек те. Ал ана компоновкада тұрған ештеңе жоқ. Өйткені любой нәрсе солай жасалады. Любой жер бетіндегі любой киім де солай тігіледі, тамақ та солай пісіріледі, машина да солай құрастырылады. Жапонның керемет машиналары бар ғой. Мерседес, немістің машинасы. Бәрі құрастырылып жасалады. Сол сияқты көркем шығармада сол құрастырылып жасалады. Просто оның
Жақсымы жаманбы соны қадағалап отыратын үлкен талғам болу керек та адамның. Тәттімбет, байжігіт бәрі керемет. Бірақ оларда да ағат кеткен жерлер болады да. Сүрініп кеткен жерлер болады. Сүрінгенде ол жамандығынан емес, өзінің өресінен сол замандағы. Соны мына жерінде, шіркін мына жерін былай жасап жіберсе қалай деп жасап жіберсең, сонда жақсы домбырашы, талғам бар домбырашысың, о, тәке, мынаны таптың дейді. Мен әгі Тәттімбетті көркейттім, Байжігіттің күйін жетілдірдім деп отырғам жоқ. Мен де бірдеңе нәрсені жасадым кезінде. Жасап, сонда күйлер жасап, тыңдатқанда, жақсы домбырашылар тыңдап, мына Тәттімбеттің күйі ме деді. Мен Тәттімбеттікі дей салдым да. Артына шынымды айтқанда, ой, тәке, қандай керемет. Мынауың Тәттімбеттің күйі сияқты. Өнерде талғам болу керек. Нәзік талғам болу керек. Осы сол өзің жаңағыдай мастер ретінде талғамы биік деңгейдегі күйші ретінде осы қазіргі орындалып жүрген күйлерде енді күйлерге енді шак келтіруге болмайтын шығар. Жаңағы орындаушыларда не жетіспей жатады? Кейде бір әңгімелер болып қалады, кейде шындығы. Енді оны бір ауыз сөзбен пәлен нәрсе жетіспейді деп айту мүмкін емес. Орыстар неоднозначно дейді ғой. Мысалы, біреуде бірдеңе жетіспейді, екіншісінде басқа бірдеңе жетіспейді. Бірақ мінсіз домбырашылар бар қазақта. Мысалға, ағайынды Жүзбаевтар. Мен Сәрсенғали, Жанғали деген ағайынды екі жігіт бар, Жүзбаевтар. Екеуіне жететін домбырашы. Оларына генерал Асқаровтар, Төлеген Момбековтердің сарқытын ішкен, жүрген солардың жанында бала кезінде керемет сүгірдің кейін бабына келтіріп тартады, мысалы айтады. Енді қазір, мысалы, таза консерваторияның домбырашыларының соны шығарып жатқан студенттеріне келетін болсақ, ең үлкен кемшілігі бір-бірінен айнымайтындығы. Мысалы, мен музыкант ретінде Дина бар ғой, Динаның алғашқы үш қағысынан танимын да. Даң, даң, даң деп сөйлеп тұрған кезде Дина, домбыраны. Мынау Дина деймін. Әбікен періп қалғанда, мынау Әбікен деймін. Төлеген тартады, алғашқы бес қағыстан танимын. Генералды танимын. Бәрін танимын да. Қали Жантілеуді танимын. Шәміл Әбілтайды танимын. Бірақ консерваторияның балаларын бір-бірінен ажырата алмаймын. Неге? Өйткені бәрі бір қолдан шыққан инкубатордың балапандары сияқты айнымайды да. Даже мен не последний музыкант, менің слухым Құдайға шүкір ғой. Даже мен сол слухпен бір-бірінен ажырата алмаймын балалар. Неге? Өйткені бәрін штамповать етіп шығарып жатыр да, заводтан шығарған сияқты. Ана, ерекшелігі жоқ та балалардың ешқайсысы. Бір-бірінен айнымайды да. Ажырата алмайсың. Кешегі түскен студент, бүгінгі студент, осыдан 10 жыл бұрын бітіріп кеткен студент, бәрі бір-ақ адамда ойнайды да. Қарсы Ахмедияров сияқты, немесе Айтжан Тоқтаған, мен басқа біреу сияқты ойнайды. Айнымайды да. Почерк жоқ та. Индивидуальность жоқ. Ең үлкен кемшілік, ана мен дейді ғой, мені жоқ та.
жақында ғана өздерің енді жақсы бір журнал бастадыңдар, шығара бастадыңдар. Рух мирас деп. Кейде мен өзім ойлап қаламын. Жаңа журналды оқып болғаннан кейін өзімде мынандай бір ой келді. Неге Таласбек осы журналдың негізі мәдениет тану. Мәдениет тану екен. Өнер тану. Сен енді кейде менің білетінім, сен енді жаңағындай әдебиетшісің ғой. Қара сөздің жаңағындай шеберісің. Неге таза әдеби журнал шығармадыңдар? Осы жөнінде не айта аласың өзің? Енді журналды негізінен ашқан Мұрат ағамыз ғой, өзіп сол кісі ашып отыр. Ол кісінің өмір бойғы арманы мына. Әрине, әдебиет туралы бөлек, сәулет өнер туралы бөлек, музыка туралы бөлек журнал шығарып жатқан қазақтың жағдайда көтермейді, ақша керек қой бәрі. Сондықтан универсал, барлық мәдениет мәселелерін қамтитын журнал болса деген арман ғой, мысалы, Мұрат ағамыз. Сондықтан сол кісі журналды ашып ұйымдастырып, спонсор тауып ақша тапқан кезде бізге қойған шарты бір болады. Мен журналдың ішкі мәселесіне араласпаймын. Не істесеңдер өздерің, бір ғана шарты бар. Жаңағы материалдардың деңгейі жоғары болу керек те, болды. Ал қандай тематика, қандай өнердің қандай саласын қамтиды, әдебиет бола ма, архитектура, это жеке бастарың өздерің білесіңдер. Не істесіңдер өздерің білесіңдер. Мен ақша тауып беремін. Бірақ бір ғана шарты бар. Материалдар өте сапалы болу керек дейді. Солай ұйымдастырылған журнал болады. Әрине, сала-сала отраслевой журнал дейді ғой. Салалық журналдар жасауға қазақтың қазір жағдайы жоқ. Мысалы, әрбір сала бойынша музыка туралы бөлек, әдебиет туралы бөлек, ондай жағдайды көтере алмайды қазақ. Сондықтан бүкіл мәдениеттің барлық саласын қамтитын және қолдан келгенше деңгейі биік материалдар ұйымдастыратын жаңағы журнал болып қалыптасты. Міне, бірінші Құдайға шүкір. Бірінші номер шықты, жұрттың пікірі дұрыс сияқты, бәрі ұнатып жатыр. Чаадаевтың айтқаны бар, орыстың атақты қайраткері бар Чаадаевтың. Сол айтады: "Я люблю Россию, но не с закрытыми глазами, не с завязанным ртом" дейді. То есть сүйем, бірақ кемшілігінде айтам деген сөз. Сол сияқты бізде қазақты жақсы көреміз, қазақтың перзентіміз деп есептейміз, қазақ үшін жұмыс істеп жатырмыз деп есептейміз, бірақ қазақтың кемшілігін айтпай тұрмаймыз. Өті жарылып кетсе де қазақ тыңдап үйрену керек те. Интеллигенті бола ма, басқасы бола ма? Өйткені сын түзелмей, мін түзелмейді дейді. Егер сен сынды түзелсең, қазақ алға басады ары қарай. Сондықтан жасырмай айту керек.